Дәмі ауызда қалатын сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен сүзбелі бәліш жасаймыз. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Егер қамырларыңыздың басы бірікпей жатса, тағы да бір жұмыртқа салып жіберуге болады. Разрыхитель, яғни қамыр қопсытқышты да ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды 2 үлкен және 2 кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Достар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Дайын болған қамырымызды осылай бетіне салфан кигізіп, тоңазытқышқа салып қойсақ та болады. Салмай бірден қолдана берсеңіздер де болады. Енді сүзбемізге қантымызды және 2 жұмыртқамызды салып, жұмыртқаның дәмі шықпау үшін лимон кислотасын қосып берсеңіздер де болады. Осылай вилканың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Бұған венчик миксер қажет емес. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне, менде салмасы да дайын болды. Енді қамырымызды жайып орналастырып аламыз. Қалыбымызға орналастырып болғаннан кейін сүзбемізді салып, бетін өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Өте дәмді болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, келесі видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер.